Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында экілер пісіреміз. Ең әуелі ыдысымызға суымызды құйып, үй температурасындағы маргаринімізді салып, ерітіп, шым тұзымызды салып аламыз. Енді үстіне дайын болған соң ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырып отырамыз. Жай отта араластырып отырамыз. Біздің қамырымыз түйір-түйір болып қалып кетпеу керек. Сондықтан алаңсыз араластырып отырғанымыз жөн. Қамырымыздың суы тартылып, ыдысымыздың астына обложка пайда болады, сол кезде дайын болады. Әбден суы тартылу қажет. Міне, дайын болды. Енді біз қамырымызды суытып аламыз. Міндетті түрде қамырымыз суығаннан кейін ғана біз жұмыртқамызды саламыз. Мен жұмыртқаны бөліп саламын. Ең әуелі бірінші жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды салған кезде қамырларымыз үстіп бөлініп бірікпей жатады. Соны жақсылап араластыру барысында қалпына келеді. Міне, бірінші жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді екінші жұмыртқамызды саламыз. Міне, қамырымыз әлі дайын емес. Міне, екінші жұмыртқа салғанда да қамырларымыз бөлініп бірікпей жатыр. Міне, жақсылап араластыру барысында енді үшінші жұмыртқамызды салдық. Әр жұмыртқа салған сайын қамырымызды біріктіріп отыру қажет. Міне, қамырымыз. Енді төртінші жұмыртқамызды салдым. Жақсылап араластырамыз. Міне, қамырымыз дайын болып қалды. Жұмыртқа негізінде 4-5 жұмыртқа салсаңыз болады. Енді біз қалтамызға тестамызды салып, пергамент төселген ыдысымызға салып шығамыз. Міне, енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште салып пісіріп аламыз. 45 минутқа. Міне, мен кремді дүкеннен сатып алып дайындадым. Заварной крем жасасаңыздар да болады, өз еркіңізде. Біздің екілеріміз дайын. Міне, өте жұмсақ әрі дәмді. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп қойыңыздар.